Баршаңызға сәлем достар, манпар дайындайтын боламыз. Алдымен қызып тұрған майда етті салып, жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне пияз бен дәмдеуіштер және тұзды салып, томат пастасын салып, тағы да қуыратын боламыз. Оның үстіне сәбіз салып, болгар бұрышын салып, тағы да шамалы қуырамыз. Осылай қуырып алғаннан кейін үстіне қажетінше су құйып қайнататын боламыз. Енді манпардың қамырын дайындайтын боламыз. Тұзды су мен жұмыртқаға жақсылап қамыр илейміз. Иі қанғанша бетін жауып тындырамыз. Кейін иі қанған қамырды қалыңдау етіп жаямыз. Өте жұқартудың қажеті жоқ. Видеода көрсетілгендей етіп ұзыншалап кесіп аламыз. Осылай қолымызбен жұлып ұсақ етіп кесетін боламыз. Мен жартылай қолмен, жартылай пышақпен кестім. Бізде осындай ұсақ қамырлар дайын болады. Келесі кезекте осы қамырды бөлек қайнап тұрған суда қайнатып аламыз піскенше. Дайын болған қамырды бөлек ыдысқа салып аламыз. Және оның үстіне жабысып қалмас үшін сұйық май құятын боламыз. Енді дайын болған манпарымызды осылай ұсынатын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын, сіздер де жасап көріңіздер және менің арнама лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.